Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жұлдыз. Мен бүгін сіздермен жасау жолы оңай жаңғақты кекстің рецебімен бөліспекшімін. Ал сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ингредиенттердің толық тізімін видеоның астынан көре аласыздар. Шұңғыл ыдысқа бөлме температурасында еріп тұрған сары майды саламыз. Үстінен қант саламыз. Ванилин қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен айранды құйып араластырамыз. Жұмыртқаларды бір-бірден жарып қосамыз. Тазартылған грек жаңғағын блендердің пышағынан өткізіп немесе басқа әдіспен үгітіп аламыз. Қоспаның үстіне үгітілген грек жаңғағын қосамыз. Ұнның жартысын қосамыз. Оның үстіне қопсытқышты қосып араластырамыз. Ұнның қалғанын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кекстің қалыбын майлаймыз. Қалыпқа дайын массаны құйып, бетін тегістейміз. Кексті 180 градуста қызып тұрған пеште 40-50 минуттай пісіреміз. Дайындығын ағаш қалақшамен тексереміз. Дайын болған кексті қалыпта суытып, одан кейін алып оны төңкереміз. Үстіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Видео ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып кетуіңізді өтінеміз. Келесі видеоларда кездескенше.